Қарағанды облысында Балқаш күн электр станциясының екінші құрылысы келер жылдың тамыз айында аяқталмақ. Бұл туралы Казгрин Энерджи компаниясы хабарлады. Жаңа нысан Қазақмыс компаниясының отын энергетикалық кешенінің жобасына кіреді. Қуаттылығы 50 мегаватты құрайтын энергия көздерінің бірінші құрылысы былтыр пайдалануға берілген болатын. Қазақмыстың осы және өзгеде жасыл жобалары жайлы сюжеттен көріңіз. Балқаштағы кезекті күн электр станциясының қуаттылығы да 50 мегаватты құрайтын болады. Казгрин Энерджи компаниясының бас директоры Валерий Сигабатулинаның айтуынша, аталған жоспарлар жақын арада жүзеге асады. Мы планируем закончить кезекті құрылысымызды келесі жылдың тамыз айында аяқтауды жоспарлап отырмыз. Қазір серіктестерімізбен бірге қаржылай мәселелерді шешудеміз. Әрине жұмыстар жеткізушілер мен мердігелермен қатар жүр. Жалпы айтқанда қазір дайындық шараларын жүргізіп жатырмыз. Балқаш күн электр станциясы былтыр 1-ші шілде күні іске қосылды. Осы уақыт аралығында нысан сағатына 100 киловаттан астам электр энергия өндіріп келеді. Солнечная электростанция 50 мегаватт. Нысан бүгінде 140 гектар жерді алып жатыр. Оның тең жартысына жабдықтар орнатылды. Ал қалған 70 гектарына 50 мегаватты станцияның екінші құрылысын дайындап отырмыз. Болашақта жаңа объектіміз сағатына 80 киловатт электр энергиясын өндірмек. 3 миллионға жоспардағы өндірілу тез сағатына 600 киловатты қайта өңдеп қойдық. Оның энергиясы Қазақмыс Distribution жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қоңырат станциясына берілетін болады. Дегенмен бұл Қазақмыс компанияларының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануға бағытталған жалғыз жоба емес. Ұлытау облысында 2020 жылы пайдалануға берілген Кеңгір күн станциясы жұмыс істеп тұр. Оның қуаттылығы 10 мегаваттқа тең, ал орнатылған күн панелдерінің саны 30 мыңға жетеді. Шерхан Абзалұлы, Марат Пейісов, Атамекен бизнес арнасы.